Ассалаумағалейкум жамағат. Мынау біздің еңбекшідегі елге Тажмұхамбет Орынбекұлы біраз жыл қызмет жасады. Жастарды спортқа баулу жағынан футболға үйретті біраз балдар. Біраз жерге футболға бірінші орын алған жағдайлары бар. Одан басқа жабық спорт кешенін салдыруға 90 жылдары халықтың жағдайы жоқ кезде өшерден балдарды ұйымдастырып жабық кешенен салуға қанша қызмет етті. Одан кейін осы еңбекші елді мекенінің орталық мешітіне, бірінші салған мешітке де қатты қызмет қылған еді. Кейін осы қайттан мешітті қайтып орнына восстановить ету қызметіне де қатты қызмет атқарды. Одан кейінгі кездерде мынау мешіттің қасынан өзімізге бас көз болып, осы қасынан бір құдай өткізетін құдайхана салайық деп қоймастан осы құдайхананы бастатқан еді. Осы құдайхананың жарты несіне келген кезде Тажмұхан ағамыздан айырылып қалдық. Ол кісі елге қызмет қылатын бірталай еңбектері бар еді, әлі жасаймын деген. Солардың біразіне жете алмай кетті. Артында қалған балдары бақытты ғұмыр кешулерді нәсіп ете берсін. Олар кісілердің білікті, білімді азаматтар болып өсуіне немере бала шөберелерінің көруді бізге нәсіп етсін. Алла тағалам осы елге қызмет қылған осындай бауырларымыз аман болсын. Қанша азаматтарға, мысалға жағдай жоқ азаматтарға там салып берейік деп қаншаға жүгірді. Ондай да қызметтері көп. Елімізге қызметі көп еді ол кісінің. Тағы қызмет қылам деп жүрген біраз пландары бар еді, соған жете алмай кетті. Ұйымдастыру жағынан қабілеті өте мықты еді. Спорт жағынан ұйымдастыру жағы да, одан басқа мынау халыққа қызмет жасау жағынан да ұйымдастыру қабілеті өте зор еді. Біреулерге жәрдем беру жағынан, ойбай мынаған осы мынау жағдай болмай жатыр, осыны үйлендіруге жәрдем берейік, мынаның жағдайы болмай там сап берейік деп талай балдарға қызмет қылған жағдайлар бар еді. Мынау сол кісілердің бастап салған мешіттің ішкі ғимараттарын көрсетуге жүріңіздер, көріңіздер бірге. Алла тағала міне осының ішінде ауылымыздың ақсақалдары келіп мына 5 уақыт намазын оқып жүрген жағдайы бар. Алғашқы мешіт негізі үй сияқты еді. Алғашқы мешітте де, кейінгі мешітте де ол кісінің еңбегі зор. Ал міне осы кейінгі мешітті қайта реставрация жасауға қатты қызмет жасады ол кісі. Кімдер үлес қосты? Енді үлес қосқан осы ауылда азаматтар көп. Мысалға Арын ағамыз бар, Жүсіп бауырымыз бар, Нұржігіт ағамыз. Одан басқа мынау біраз азаматтар. Содан мынау кім деген Баратбаев, Темірхан аға бауырымыз біраз қызмет жасады осы мешітке. Госактысына, басқасына жүгіріп жүріп барлығын осының басқасына қызмет етті Тажмұхан екеуі. Одан басқа мынау бер жағында мынау имам отыратын жерін, әсіресе имамның өзі отыратын жеріне де қатты балдар қызмет жасады осы ауылдың, елдің азаматтары. Енді бұл онша келген шалдар қиналмасын деп жерде бәрін істеген ек. Осы ауылдың азаматтары теплый пол, газ бәрін жасады халыққа деген қызмет. Басқасында осы Тажмұхан бауырымыз көп қызмет жасады. Тағы да біраз қызмет жасайын деп жүрген ниеттері көп еді, соған жете алмай кетті. Одан кейін мынау мешіттің артынан хатымхана деп, мынау құдай өткізетін ауылға келген адамдар, мысалға ауылдан көшіп кеткен азаматтар көп. Біреудің үйіне келіп, әбір жемесін деп құдайхана саламыз деп бастадық. Соның ол біз Жүсіп Сапарұлы деген бауырымыз екеуміз курортта жатқанбыз. Курортта кешкі сағат 10 шамасы болатын. 10 шамасында звондады. Бүгін курорттан қашан келесіңдер? Мынаның кірпішін түсірейік, цементін бастап қойдық.
соны кірпішін қашан түсіреміз, қашан ұйымдастырасыңдар деп соған шақырған болатын. Соған ауылдан біраз ақша керек, қаражат. Сол қаражатқа ұйымдастыратын азаматтың біреуі сендерсіңдер кеңдер деп соған неған болатын. Міне енді артында қалған оңалар деп Сайфулла бауырымыз қазір қатты қызмет жасап жатыр. Әкесінің жоспарын соңына дейін жеткізейін деп мінекей төбесін неғып қойды. Енді мына ертең вторник или понедельник бар астына не аламыз, пластик аламыз, пластикпен полный қапталады асты. Сөйтіп ертең осы жерден бөлінеді, ар жағы тамақ істейтін болады, бер жағында Құдай тамақ болады. Мына іш сыртының бәрін қазір Сайфулла сылатты, өз қаражатымен. Есік терезесінің барлығын Жүсіп деген бауырымыз әперді. Кірпішін жартысын мен әпердім, мен пластигін мен әпердім деп жатырмын. Ауылдың әр жылдық қазір жаңадан бітірген балдардан бастап 60 жылға дейінгі азаматтардың барлығынан әр жылдан 100 мыңнан жинап 2 рет жинадық. Соның салдарына міне бітіп жақындап қалды. Төбесін жауып неғып қойдық. Енді мынаның төбесін немен қаптасақ, Алла тағала нерден бөлемізді қолына кафел алуға тырысамыз. Шымнан евроны түсеміз батымыз. Алла тағалам нәсіп етсе. Міне осы аман-есен бітіріп алсақ, елге келгенде мысалға шетке көшіп кеткен қыздар кеп Құдай берем десе, бір ағайындардың үйіне тәуелді болмасын, өшер келіп өшерде өткізсін Құдайын деген ниетпен бастаған тірлік еді. Тәжекең осының ішінде бір рет Құдай өткізсе арманым жоқ деп жүретін еді, арманына жете алмады ол кісі. Бірақ артында қалған оңалы деп балдарымен қатты қызмет жасап жатыр. Балдарына мың алғыс, өсіп өнген жандар. Басқа не айтамыз? Тәжекең өтінесін берсін, Алла өтінетін жарылқасын, артында қалған ұрпақтармен мың жасасын. Солай.